Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жұп-жұқа әрі дәмді екі ағзаттан тұратын блинчиктер, яғни құймақтардың рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, подписацияны басып, видеоны соңына шейін қараңыздар. Алдымен бізге керекті сүт керек, барлық затымыз бөлме температурасында болса, сіздердің құймақтарыңыз, яғни блинчиктеріңіз өте жұмсақ керемет болып шығатын болады. Сүтімізді, сұйық майымызды, жұмыртқамызды барлығын қосып аламыз. 2 жұмыртқа қостым. Сіздер көлемін көбейтіп, 2 есе қылып көбейтіп жасасаңыздар да болады. Енді мен отбасыма жететіндей ғана жасадым құймақтарды. Аз ғана шым-шым тұзымызды салып жібереміз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, жарты қасықтай сода қосатын боламыз. Соданы көп қосып жібермеңіздер. Және де 1,5 ас қасықтай қантымызды қосып, барлығын бірге бір массаға келгенше жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Міндетті түрде барлығы жақсылап араласса, керемет болып шығатын болады. Енді жай-жайден ұнымызды қосатын боламыз. Жақсылап араластыра отырып, ешқандай түйіршік қалмау керек. Мінекей дәл осындай сұйықтық массасы пайда болу керек. Енді қызып тұрған тапамызға ең алдымен тапаңыз жабыспайтын болса, майламай қойсаңыздар да болады. Менде кішкене жабысып қалғандықтан асты кішкене ғана майлап жібердім. Осылай дөңгелете отырып құямыз тапамызға. Енді осындай лопатканың көмегімен келесі бетін ауыстырамыз. Қараңыздар, жұмсақ әрі деген жұп-жұқа болып шығатын құймақтарымыз дайын болды. Барлық сұйық массаны дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Достар, сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, подписацияны басып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қоңыраушаны не үшін басасыздар? Алдағы уақытта мен салған видеоны сіз бірінші болып көретін боласыздар. Лайк басып, комментарий қалдыруды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Мен сіздердің пікірлеріңізді оқып шығамын. Дәл осылай видеодағыдай менің рецебім бойынша жасап көрсеңіздер, керемет шығатын болады. Сіздердің құймақтарыңызды қараңыздар. Беті тесіліп, ажорный, сондай бір керемет жұмсақ құймақтарымыз дайын болды. 5-тің шайне немесе таңғы асқа балаларыңызға, жолдасыңызға жасап беріп қуантсаңыздар болады. Қараңыздар, қолға мыжысаңыз да ешқандай сынып жыртылмайды. Өте керемет жұмсақ болып шығады. Сіздерге де дәл менің рецебім бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бір жасағана сәтті шығатын рецепт. Барлықтарыңызға көп рахмет. Видеоның соңына шейін көргендеріңіз үшін. Келесі видеода жолыққанша сау саламаттай болыңыздар.